Армысыздар, құрметті ұстаздар және оқушылар. Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдері мен Мұқашева Жұлдыз Қосханқызы және әріптесім Назиркулова Динара Әбдіғаппарқызы екеуміз қашықтықтан оқыту кезінде мектепшілік 100 кітап жобасы аясында жүргізіп жатқан жұмыстарымызбен бөліскіміз келеді. Қосымша сабақтарда оқушылардың көркем шығарманы оқуға деген қызығушылықтарын арттырып, түрлі тапсырмалар орындатудамыз. Оқушылар Абай Құнанбайұлының өлеңдерін, қара сөздерін оқып, ішінен нақыл сөздерін теріп, бүгінгі күнмен байланыстырып, ой түйіп жатыр. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық иттен жалықпас, үйретуден балаға, деп дана Абай бекер айтпаса керекті. Мен ұлағатты іспен бүгінгі таңда үй жағдайында айналысудамын. Жобамызға қосылыңыз, Абайды бірге танайық. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге деген Абай Құнанбайұлының сөздері 21 ғасырда да өзекті. Біздің басты ресурс ол уақыт, ал басты қаруымыз ол білім. Сондықтан бізге берілген уақытта біз барынша өзімізді дамытып білім алуымыз қажет. Ал егер уақытты босқа құртып алсақ, онда бізді тұлға ретінде де қабылдау қиын. Сондықтан біз білім алып өзімізді дамытуымыз қажет. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Абайдың осы сөздерін оқи отырып, мен келесі қорытындыға келдім. Денсаулықтан басқа адамның басты құндылықтары білім мен ғылым. Себебі білімді адам өз даналығын арттыруға тырысады. Ал достарым, Абай ғұлама ақынның даналығын тануға тырысып жүрген адам тура жолдан тайып кете ала ма? Менің ойымша жоқ. Сондықтан, достарым, Абай Құнанбайұлының шығармаларын үйде отырып бірге оқиық. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын деп Абай атамыз жырлап өткен екен. Бұл өлең жолдары арқылы ұлы ақын бізге еңбек қорыққа үйреніп, жалқаулықтан жирену керектігін насихаттайды. Еңбек ол халыққа ең қажет заттардың бірі. Тегінге келген дүниенің қадірін адамдар түсіне бермейді. Басқалар үнемі жағдайын жасап берсе, адам өз құндылықтарын жоғалтып, жаман қасиеттер қалыптастыру мүмкін. Бұл нақыл сөз қазіргі елде болып жатқан карантин кезінде өте өзекті болып табылады деп ойлаймын. Сондықтан да мүмкіндікті қолдан бермей, бос уақытымызды өзімізді дамытуға және білімімізді шыңдауға арнау керекпіз деп санаймын. Күллі адам баласын құр қылатын 3 нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік және заламдық. Осы қасиеттер адамзаттың дамуына кедергі жасайды. Сондықтан мейірімді болу және өзіңнен жұмыс жасауын керек. Біз ерінбейміз, үйде сабақ оқимыз. Кәнеки, Абайды бірге оқиық. Қайғы келсе, қарсы құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, қоңғаққа ерме. Жүрегіне сүңгіде түбін көзде, содан тапқан шын асылын тастай көрме. Осы өлінде қайғыға, бос, орынсыз, құмар қызыққа берілмейтін мықты тіреуіш жүрек екенін Абай нақты айтқан. Абайдың шығармашылығында жүрек әрдайым ақыл мен қайраттан бөлек бір төбе болып тұратын. Өзіңізді жан-жақтан ашыңыз, жаңа қырынан табыңыз және тапқан асылыңыздың шын асыл екеніңізге ешқашан күмәнданбаңыз. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Мен ақын Абайдың осы сөздерін басшылыққа алып жүрмін. Мен үйде талаптанамын, еңбек етемін. Қазіргі күндегі ең керекті қасиеттер адамға терең ойлану, еңбек ету, қанағатшыл болу деп ойлаймын. Сол кезде біз барлық мақсаттарға қол жеткіземіз. Үйде болып бірге Абайды оқиық. Біздің ұранымыз ұят сақтау. Абайдың 36 қара сөзіне негізделген. Бұл сөзінде Абай ұятты дұрыс-бұрыс сына біліп, дұрысын сақтануға шақырады. Абай өзінің замандастарына қапа болады.
олардың ұяттары жоқ деп. Біздің ұятымыз бар ма? Қазіргі кезде бізде көп нәрселер ұят еместерге айналды. Ата-анаға құрмет танытпағаны, ердің ер болмау, әйелдің әйел болмау, үлкендерге автобуста орын бермеу, бұның бәрі ұят емес екен. Бұл мәселе бойынша менің өзімнің шығарған өлеңім бар. Ұят кімде болса иман сонда, деп айтып кеткен Абай баяғыда. Қазір болса ұят деген зат өз мағынасын жоғалтуда. Ұят болған көп нәрселер күні кеше, қанатын кең жайыпты осы күнде, сөйтіп тұрып ұяттан безген халық айуан болып жарамсыз ештеңеге. Жастар ұят емес деп ырылдайды, тарихқа көздерін салып қарамайды. Ата-бабам өлімнен ұят күшті десе, қазіргілер ұят болады дегенді мазақтайды. Сұраймын, намысы бар достарымды, мықты болсақ түзейік отандастарымызды, әйтпесе қиын болар елімізге, үлкен зоопаркқа айналсақ бәрімізде. Неге кейбір адамдар ішсем жесем деп неге келеді, ал кейбіреулері көрсем білсем деп неге келеді. Бұл нақыл сөз арқылы Абай өз дәуіріндегі адамдарды екі топқа жіктеген, және де бұл жіктелу әлі күнге дейін сақталған. Өкінішке орай қазіргі таңда бірінші топтағы адамдар көбейе бастады. Бұл біз үшін үлкен мәселе, және де осы мәселені шешу жолында біз не істей аламыз? Ең біріншіден әр адам өзінен бастау керек. Екіншіден, ол өзіне 3-ақ сұрақ қою арқылы бұл мәселені толықтай шеше алады. Ең біріншіден ол мен кеше не істедім, мен бүгін не істеймін, ал ең соңғысы ол мен ертең не істеймін. Сәлем достар. Осы әлемдегі болып жатқан жағдайға орай біздің уақытымыз көп болғандықтан оқушыларды ұлы ақын жазушы Абай шығармашылығымен жақын танысуға шақыртамыз. Сол үшін маған ұнаған Абайдың нақыл сөзімен сіздермен бөліскім келеді. Бұл нақыл сөз егер есім өнсін десең ретін тап. Бұл оймен мен толықтай келісемін, себебі егер адам талаптанып өзіне мақсат қойса, ол мақсатқа жетуіне жоспар құру керек. Яғни бұл мақсатқа қалай жете аламын, қаншалықты тез жете аламын, біріншіден, екіншіден не істей аламын деген сұрақтарға нақты жауап алу керек. Егер адам осы сұрақтарға нақты жауап біліп өзіне жазып алса, бұл мақсаттарға өте тез және еш қиыншылықсыз жетеді деген ойдамын.